Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ақжарқын сәлемі арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецептімізді ерекше етіп дайындалған сүтті кекс түрін дайындаймыз. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Онымен 10 қопсытқыш, яғни разрыхлитель екеуін араластырып, 10 елекке салып қоямыз. Енді бізге бір жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаға кішкене тұз қосамыз, шым-шым алдық. Және қанттың жартысын қосып, миксердің көмегімен миксерлеп шығамыз. Әбден қантын жақсылап ерітіп, аппақ көбікке енгізіп алуымыз керек. Қанттың бірінші бөлігі ери бастағанда, екінші жартысын салып, ары қарай миксерлейміз. Жұмыртқамыз өзінің көлемін үлкейтіп, яғни аппақ көбіктенді. Енді құрғақ заттарымызды қосамыз, онды 10 електен өткізе отырып. Құрамын астына описанияға жазып өтемін. Венчиктің көмегімен де немесе миксермен де араластыра берсеңіздер болады. Бір келкі массаға енгізіп, оның түйіршіктері қалып қалмасы үшін жақсылап араластырамыз. Сүт құямыз. Және ертілген сарымай қостық. Бір келкі массаға енгізіп араластырып аласыздар. Дайын болды сұйық қамырымыз. Енді бізге сіздер үйлеріңізде кішірек кесе болса да алсаңыздар болады, яғни кекске арналған осындай капсуланы сол ыдысымыздың ішіне салып шығамыз. Мен кружка алдым. Кружканың астына мантаваркамыздың бір табағын қойып қойдық. Буға пісіретін кекс болғандықтан. Суды алдын ала қайнатып қоясыздар. Мен сұйық қамырды кондитерлік қапшыққа құйып алдым. Қапшықтың көмегімен осылай бір келкі етіп капсулаға құйып шықтым. Кондитерлік қапшық жоқ болса міндетті емес, қасықпен де сала берсеңіздер болады. Бірден көбірек жасаймын десеңіздер, осы құрамын 2-3 есеге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Су қайнап тұр. Мантаваркамызды қойып, бетіне жұқа марлы сияқты осындай орамал сүлгі дейміз, жауып, қақпағын жақсылап жауып аламыз. Осы күйінде ашпай 25 минут ұстаймыз, яғни буға піседі. Өте дәмді кекстар болады, қыздар пісіріп көріңіздер. Түсі өте әдемі болады, кекстің дәмі де сондай керемет, ұнайтынына сенімдімін сіздерге. Алда көптеген өте дәмді рецепттер шығады, қыздар, ол үшін подписация кнопкасын басып, қасындағы қоңыраушаны да басуды ұмытып кетпеңіздер. Жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін сол қоңыраушаны бассаңыздар, все батырмасын таңдап қойыңыз. Пікір қалдырып, лайк басып, және менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен видеоны аяқтау үшін кекстің суығанын күтпедім. Қазір ыстық болып тұр. Суығанын кейін берсеңіздер өте дәмді, сондай жақсы көтерілген, түсі сондай әдемі, нәзік. Отбасыларыңызға ұнайды. Мен балаларым бірден жеп қойды. Кекстер ұнаса, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Ақжарқын, сау болыңыздар.